Сәлеметсіздер оқушылар. Әдебиет оқу сабағын жалғастырамыз. 96-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы тамаша қой, жазғы орман. Бүгінгі сабақта мәтін бойынша қойылым көрсетесің. Мұхтар Әуезов белгілі жазушы, Семей өңірінде туған, Абай жолы романы шығармалары бар. Бірінші тапсырма мәтінді түсініп оқы. Бүлдірген тере барғанда. Бала атаулының жаз болса, жаз болады десе, ерекше сағынатыны бүлдірген. Пісті ме, жоқ па, бүлдірген дегенде, Абай да елең етіп сұрастыра бастап еді. Тәкежан жаңа ат үстінде жүріп естіпті. Бақанас пен қатар ағатын Жәнібек суы бар. Соның Шыңғыс тауына қараған бас жағында бүлдірген тұр дейді. Тәкежан осыны айтқанда, жаңағы көп бала: жүр ендеше барайық, барып теріп қайтайық. Жүріңдер, ал ат ұстаңдар. Иә, сәт бүлдірген десіп шуласты. Бүлдірген иісі аңқыған, көкмайса шалғынды жасын беткейде балалар жеміс теріп жатқалы көп болды. Аттарын тұсап тастаған балалар бүлдіргеннің қызығына әлі қанған жоқ. Алғаш кеп түскен бір беттен жылжымаса да, ол сол алаңның өзінің жемісінде мойдалған жоқ. Жегеннен асқандарын тақия, дорба, қалталарына да сықап жатыр. Бұл жерде мойда дегеніміз тауса, сықап дегеніміз толтырып. Екінші тапсырма мәтіндегі кейіпкерлер сөзін бөліп алып, қойылым көрсетеміз. Үшінші тапсырма мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Мәтінде есім аталған ұлы тұлға кім? Мәтінде есім аталған ұлы тұлға ол Абай Құнанбаев. Мәтіндегі жер су аттары қандай? Мәтіндегі жер су аттары Жәнібек тауы, Шыңғыс тауы. Төртінші тапсырма мәтінді екі бөлікке бөліп, әр бөлікке ат қой. Балалардың ерекше сағынатыны бүлдірген теруге барулары. Бесінші тапсырма өзіңді орманда жүрімді елестет. Қиялыңдағы суретті сөзбен сипаттап жазып көр. Дедвілей орманында жүрмін деп есептемегені. Дедвілей Намибия еліндегі атақты Сосуфли тұзды түстіртіне жақын жерде орналасқан ғажап орын. Бұл жерде әлемдегі ең биік дөңдермен қоршалған. Бұл дөңдердің үлкен әке секілді лақап аттары да бар. Алтыншы тапсырма өлеңнің мазмұнына сәйкес қимылдар жаса. Қорбаңдаған қонжық орманда келеді. Әнін айтып маймаңдап бүршіктер тереді. Саудыраған бүршіктер маңдайына тиеді. Ашуланған қонжық жерге келіп тебеді.